Ұйқыда неге аунаймыз? Біз ұйықтап жатқанда тәнімізде ерекше құбылыс болады. Медицина енді ғана зерттеген жаңалықтың 14 ғасыр бұрын айтылып қойылғаны таңғалдырады. Құрметті достар, парақшамызға тіркеліп, бізбен бірге жақсылықтың жаршысы болыңыз. Адам ұйықтап жатқанда неге бір қалыпта жатпайды? Неге анда-санда оңға солға аунайды? Бұл жай ғана әдет емес. Бұл Алланың адамға берген ерекше қорғаныс жүйесі екен. Алла тағала Құран кәрімде Кәф сүресінің 18 аятында үңгірде ұйықтап жатқан жастар туралы айта келе, оларды ояу деп ойлайсың. Негізінен олар ұйқыда. Біз оларды оң жағына және сол жағына аударып тұрамыз деген. Бұл жай сөз емес, терең хикмет, тұнып тұрған ғылым. Мәселен, адам ұзақ уақыт қимылсыз жатса, дененің бір бөлігіне қан бармай қалады. Бұлшық ет жансызданып, қысым жаралары пайда бола бастайды. Екі жаққа өздігінен аунай алмайтын қаншама науқастар бар. Жатып қалған қарттар, сал ауруына шалдыққандар, ауыр операциядан кейін қимылсыз жатқан адамдар. Оларды әр 2-3 сағат сайын арнайы күтушілер аударып тұрмаса, денесінде жара пайда болады. Тіпті өміріне қауіп төнеді. Ал біз өздігінен ешкімнің көмегінсіз, тіпті сезбей, түнде қанша рет аунап жатамыз. Бұл қандай ұлы нығмет екенін ойласақ, жүрек еріксіз елжірейді. Адамның миында ұйқы кезінде де жұмыс істеп тұратын арнайы орталық та бар. Қан айналым тоқтай бастаса, ми дереу денеге белгі береді. Дене өздігінен қозғалып, оңға немесе солға аунайды. Яғни, денеңді сен емес, Алла қорғап басқарып тұр. Жоғарыда айтылған аят осыған дәлел. Ұйқыдағы аунау өмірді сақтайтын жүйе. Адам ұйқыда міндетті түрде әр 15-20 минут сайын қозғалады. Бірақ біз оны сезбейміз, бақыламаймыз. Біз байқамай істейтін қарапайым қозғалыстың өзі басқалардың арманы екен. Осы нығметке қанша рет шүкір еттік. Сондықтан әр тымысқа, әр қозғалысқа, әр аунаған сәтке шүкір ету иманның ең көрген белгісі. Құран ғылыммен үйлескен ұлы кітап. Құранда айтылғанындай, бізді оң және сол жағымызға аударып тұратын Алла неткен ұлы, неткен шебер.